Аяз ата мен қарша қыз. Асан ата 4 немересін ескі үйінде тәрбиелеп жатты. Үйі орманға жақын орналасқан. Бұл жердің жазы өте керемет, ал қысы үскірік, аязды болып келеді. Балалар төргі бөлмеге жиналып ертегі оқып отыр. Бірі қалыпты өмір әбден жалықтырған ата ауызғы бөлмеде ойға шомып кеткен. Ол балалардың көңілін көтеруді ойлады, бірақ қалай жүзеге асырарын білмеді. Ақыры орманнан отын әкелейін деп сыртқа шықты. Қиялында әртүрлі сурет. Ол қалайда балаларға бір қызық көрсетуге бел буды. Қатар-қатар сап түзей тізілген ағаш арасынан отынға лайық қураған ағаш іздеп келе жатып, талдарды адам бейнесіне ұқсатты. Осы теңеуіне өзі де қайран қалды. Дәл өзі. Аумайды. Қазір бұны ағашты қиып аламын да, есік алдына орнатып қоямын. Балалар адамға ұқсайтын талды көрсе қуанады, деп ойлап, оны кесуге кірісті. Алып ағашты құлату оңай болған жоқ. Бойы қызып, тонын шешіп тастады. Ақыры талда құлады. Енді оны үйге дейін сүйреу керек. Ылдидағы лашығына талды оңай домалатып апарамын деп ойлап, сүйрей бастады. Күн кеш кіріп қалды. Асан ата қатты шаршады. Аяқтан өткен ызғар қалшылдатып барады. Әлі құрып, сылқ етіп отыра кетті. Бұндайда қардың жылы көрпеде болатыны бар. Қар көрпенің астына тығыла берді. Түн түндігін жауып алды. Бір кезде атаның үсті қызынып, киімдерін шешіп лақтыра бастады. Енді ол денесінің тоңғанын сезінді. Бұл кезде киімдерді қайта кию мүмкін емес еді. Шалықтап кеткен атаның көз алдына немерелері келді. Мен мұз атаға айналып барам. Ертең олар мені тауып алады да, Аяз ата деп атайтын болады. Ата осылайша Аяздың құшағына еніп, мұз адамға айналып кетті. Немерелердің үлкені ертегісін бітіргенде үйдің іші салқындап кеткен еді. Ол атасының отынға кеткенін біліп, көмектесуге алдынан шықты. Жолда алып шыршаның көлденең жатқанын көрді. Бірақ атасын бірден байқамады. Бір кезде айдың жарығымен жылт-жылт еткен нәрсені көрді. Қызықтап қараған ол атасын тани кетті. Ата! Езуіне күлкі үйірілген күйі қатып қалған атасы ол үшін қорқынышты емес еді. Ата, мұз болып қалыпсың ғой? Деп атасының қасына отырып алды. Ата, мен сені еш уақытта жалғыз тастамаймын. Үнемі бірге боламыз. Оларды үйде кішкентай сәбилер күтіп отыр еді. Атасы мен әпкесін іздеп шарқырып жылаған дауыстары алыстан естіліп тұрды. Әлем күңіреніп жатқандай. Ата мен немереге құдіретті табиғат мұз күйінде жан бітірді. Аяз ата мен қар қызы ағашын сүйреп үйге келгенде сағат түнгі 12-ні соқты. Алдарынан шулап, жылап жүгірген балалар олардың мұз екендеріне көңіл аудармады. Қоршап алды. Атасы пештің қуысын отынмен үйді, ал тәтесі тәтті тағамдарды дастархан үстіне қоя бастады. Бірақ үйде от жағылмады. Немерелері атасы мен тәтесіне таң қалып жүр. Мұз денені қолдарымен ұстап та көреді. Олар тоңа бастағанда тәтесі от жағуды өзінен кейінгі сіңілісіне тапсырып, атасы екеуі орманнан отын әкелеміз деп шығып кетті. Олар кеткеннен кейін бауырлары мұз болған терезеден біз келесі қыста сағат 12-де келеміз деген жазуды оқыды. Балалар сол күннен бастап жылда атасы мен тәтесін 31 желтоқсан күні түнгі сағат 12-де күтіп отыруды әдетке айналдырды. Уақыт өте келе Аяз ата мен қарғызы әлемдегі барлық балаларды 31 желтоқсан күні түрлі сыйлықтармен қуантып жүретін болды.